Қайырлы күн, білім алушылар. Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы күн мен түн қалай ауысады. Бүгін сабақта күн мен түн қалай ауысатынын, күннің тәулік жолдарының қалай өтетінін түсінесіңдер. Білім алушылар, ойланып көрейікші, нені өлшеуге болады? Суретте берілгендерді қандай уақыт бірліктерімен өлшейтінін анықтап көрейікші. Жыл неден құралады? Апта неден құралады? Тәулікті қандай бөліктерге бөлуге болады? Қашан ұйқыға жатасың? Таңғы асты қашан ішесің? Таң, күн, кеш, түн бұлар нелер? Сендер дұрыс айтты деген ойдамын. Жауаптарыңды тексеріп көрейікші. Жыл айлардан құралады. Бір жылда 12 ай бар. Апта күндерден тұрады. Бір аптада 7 күн бар. Тәулікті 4 бөлікке бөлуге болады. Олар таң, тал түс, күннің батуы, түн. Жарайсыңдар, білім алушылар. Білім алушылар, сендерге тапсырма, пейзажды салыстыр. Білім алушылар, жауаптарыңызды бейнематериалдан тексеріңіздер. Түн мен күн. Біз күннің таңда шығыстан шығып, аспанда жарқырап, одан батысқа қарай батып, ай шығып, түнмен жалғасқанын күн сайын бақылаймыз. Неге күн мен түн үнемі алмасып отырады? Ал анықтап көрейік. Негізінен күн қозғалмайды. Ол біздің жер планетамыз өз өсімен тоқтаусыз айналуда. Және біз оны сезбейміз, ол біркелкі айналуда. Сонымен бірге жер күнді 365 күнде, яғни бір жылда айналып шығады. Ал өз өсінен 24 сағатта, яғни дәл бір тәулікте айналады. Күн жарығы, шам жарығы секілді жер планетамызға тек бір жағынан ғана түседі. Күннің сәулелері түсіп тұрған жағында күндізгі уақыт, ал күннің түспей тұрған жердің қарама-қарсы жағында түн болады. Ал біз білгендей жердің өз өсімен айналуына байланысты жер күнге біресе бір жағын, біресе екінші жағын аударып тұрады. Дәл сол себептен күн мен түн алмасып тұрады. Мысал қарастырайық. Сен Евразия материгінде тұрасың. Ал сенің досың Маржан солтүстік Америкада, яғни саған қарама-қарсы жер бетінде тұрады. Қазір сен жердің күн жарығы түсіп тұрған жағында тұрасың. Бұл дегеніміз, саған қазір күндізгі уақыт. Сен аспанда күнді көріп, далада доп теуіп, сабағыңа барып, немесе достарыңмен ойнап жүрсің. Ал сенің досың Маржан дәл осы уақытта күнді көре алмайды. Ол жақта түн. Ол ұйықта бәлкім тәтті түс көріп жатыр. Өте қызықты жайт. Сенде қазір күндіз, ал сенің досыңда түн. Ал шамамен 12 сағаттан кейін жер қайта қарама-қарсы тұсқа бұрылады. Сол кезде сенің досыңда күндізгі уақыт болады, яғни ол аспанда күнді тамашалап, өзінің күндізгі шаруаларымен айналысады. Ал керісінше, сенде бұл мезетте түн болып, тәтті ұйқыға батасың. Ғаламшарымыз өз осінен айналғандықтан бізге күн аспан бойы мен жерді айналатындай болып көрінеді. Бұл қозғалыс күннің тәулік қозғалысы деп аталады. Тәулік таң, түс, кеш, түннен құралады. Білім алушылар, есіңде сақта, күн таңертең шығыстан шығып, бірте-бірте көкжиектен жоғары көтеріледі. Тал түсте ол ең жоғарғы нүктесіне жетеді. Содан кейін күн төмен түсіп, батыстан батады. Білім алушылар, тәулік бөліктерінің реті мен орналасуына назар аударыңыздар. Таң, тал түс, күннің батуы, түн. Бекіту және қолданысқа енгізу. Мен білетін ақпарат. Тілші рөлінде енуге тырысып, өз ұстазыңызға жолдаңыз.
Білім алушылар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді тәулік бөліктермен көрсетіңіздер. Бәрін түсіндім, басқаға түсіндіре аламын таң. Өзім түсіндім, бірақ басқаларға түсіндіріп бере аламын деп ойламаймын түс. Толық түсінуім үшін бәрін қайталауым керек түн. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.